Қазақтар не үшін қазақша өз ана тілімізде сөйлеуіміз керек? Қазақша сөйлесек, ұлтымызды сүйеміз, тарих мәдениетті білеміз, салт дәстүрді үйренеміз, ұлт болып, қазақ болып қаламыз деп көп айтылып жүрген жауаптарды айта беруге болады бұған. Бұл жауаптардың барлығы дұрыс, әрі оны бәрі біледі, естіп те жүр. Мен бүгін бұл тақырыпты қиындатпай-ақ не үшін қазақша сөйлеу керекпіз дегенге сәл басқаша жауап беріп көрейін. Бұл жауап балаларға, жастарға арналады. Сіз үйде отырсыз делік. Сыртта ит үріп жатыр. Сіз сыртта сиыр жүр демейсіз ғой. Ит жүр дейсіз. Оны қалай таныдыңыз? Даусынан таныдыңыз. Жылқы кісінесін, сиыр мөңіресін, оны да даусынан жылқы екен, мынау сиыр екен деп тани аламыз. Тура сол сияқты біз адамдардың ұлтын кім екенін бірінші тілдеріне қарап ажыратамыз. Мысалы, бір азияттардың киносы шығып жатыр дейік. Корей ма, Жапон ба, Моңғол ма, Қытай ма, біз түрлерінен тани алмаймыз. Тілдерін тыңдап барып, мынау корейше сөйлеп жатыр. Корейлер екен ғой дейміз. Европалықтарды да тура солай француз, анау ағылшын, мынау неміс екенін сол тілдеріне қарап ажыратуға болады. Түрлерінен тани алмаймыз. Демек, тіл дегеніміз ол ұлттың паспорты екен. Мен Қазақстан Республикасының азаматы екенімді қалай дәлелдеймін? Паспортымды көрсету арқылы дәлелдеймін. Сол сияқты қазақ екенімді адамдар тіліме қарап барып ажыратады. Әйтпесе қырғыз, моңғол, тіпті Қытайға да ұқсауымыз әбден мүмкін. Кейде тіпті Европаға да ұқсайтын қазақтар болады. Әлемге танымал болған Димаш үнемі қазақша ән айтып, қазақша сөйлеп жүреді. Сосын әлем оның қазақ екенін оңай танып жатады. Қазақ тілін естімеген, білмеген адамның өзі мына әнші қай тілде сөйлеп жатыр деп интернеттен Димаш туралы қарап, қазақ деген елден екен ғой деп біліп алады. Көптеген фанаттар қазақ тілін үйреніп жатыр, себебі олар басқалар ұлт пен тілді бір деп көреді. Димаш қазақ, сондықтан да қазақша үйренуіміз керек біз дейді. Ендеше өз тілін біліп сөйлеу деген ол ең бірінші әлем алдында өзінің кім екенін, қай ұлты өкіл екенін таныту екен ғой. Өзіміздің кім екенімізді әлемге таныта алатындай өз тілімізде ғана сөйлейік бауырлар. Қазақ болудан ұялатын ештеңе де жоқ. Керісінше қазақ болумен мақтану керек. Ұнаса лайк басып, видеоны таратып бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрдәулет Есеғазы, қазақтың мінезі хақында.